Сәлем достар, сіздермен Нұргүл Жарамазанқызы. Бүгін киме жасайтын боламыз. Ең бірінші бізге керегі трубочка керек болады және ұзын палочкалар керек болады. Строительный магазинде осындай өрілген жіптер сатады. Осындай жіптерді алып, трубочкаға төбесінен бастап орайтын боламыз. Жіп өрілі тұрғандықтан оны алып шешіп алып, 3 жіптен бастап орайтын боламыз. Барлығын орап, қайырылатын жері бар ғой трубочканың, бір-бірден ыстық клейдің көмегімен бір-біріне жабыстырып шығатын боламыз. Маған 5 штук трубочка кетті. Бір қапталына, екінші қапталына дәл осылай 5 трубочка кететін болады. Дәл осылай 5-5-тен жабыстырып аламыз. Барлығын дәл осылай жабыстырамыз. Басыңа майысатын жерін, кеменің басында 3 бұрыш болады ғой, дәл осылай 3 бұрыштап ыстық клейдің көмегімен жабыстырып аламыз. Артқы жағында трубочкамен өлшеп алып, 5 трубочка қиып алып, оны да жіппен орап жабыстыратын боламыз. Ыстық клейдің көмегімен артқы жағында жабыстырып аламыз. Оған енді табан жасайтын боламыз. Оған біздер енді табан жасаймыз. Табан жасау үшін кез келген кардон керек болады. Қайықтың формасын қағазға сызып алып, айналдырып қиып, клейдің көмегімен жабыстыратын боламыз. Енді ішкі бетінде жасаймыз. Ішкі бетінде болғанда коробка керек болады. Кардонда өстіп 3 бұрыштап майыстырып, ішіне кіргізіп ыстық клеймен жабыстырамыз. Бұл бізге қисық болса да қатты маңызды емес. Біз бетін қазір қағаз ақшаның көмегімен жабыстыратын боламыз. Бір тегіс қойып, жалпы кигізіп алған жақсы. Ары қарай түсіп кетпеу үшін ыстық клейдің көмегімен жабыстырамыз. Ақшаны жабыстырып болды. Енді біз ортасына стойкасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге трубочка керек болады. Және де палочка керек. Палочкалерді стойканың көлеміне қиып алатын боламыз. Кішкентай, үлкен, одан үлкендеу сәл сөйтіп 4 бөлікке кесіп аламыз.
Стойкасын болды, ақшаларды жабыстырып, енді мына кемеге стойканы ыстық кілдің көмегімен отырғызатын боламыз. Кеменің екі жағына таямыз, онда трубочканы алып, жіппен орап, екі жағына жабыстырамыз. Содан кейін мына жерге ортасына рөлді істейтін. Кеменің шетін ақшаларды үшбұрыштап жабыстырып шығамыз. Сол кезде әдемі көрінетін болады. Рольді істеу үшін біздер картонды төртбұрышты қылып орап алып, сыртын ақшаны қаптайтын боламыз. Жан жағын әдемілеп скотчтап, кеменің бір шетіне жабыстырып қоятын боламыз. Мен рульге 50 тиынды екі жағынан алып, трубочканы кесіп, ыстық кілдің көмегімен жабыстырдым. Жан жағын өздеріңіздің қалауынша әшекейлесеңіздер болады. Мен мына жерге 500 теңгені жабыстырып, жан жағына тиынды жабыстырған болатынмын. Кеменің ұшына бір-біріне кірелеген жері көрініп тұрады жаман болып. Сол үшін мынандай қылып кішкентай қылып кесіп алып, орап, ыстық кілдің көмегімен кірелеп тастайтын боламын. Менің видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер.